формуланы салыстырмалы молекулалық масса. Сабағымыздың мақсаты элементтердің атауларын, валенттілікті, олардың қосылыстардағы атомдық қатынастарын қолдана отырып, бинарлы химиялық қосылыстардың формулаларын дұрыс құрастыра білу және салыстырмалы молекулалық массаларды есептеу. Ал енді жаңағы ойынымыздан қателескен балдар мына ойынға шығып, ұяшықты таңдап, сол ұяшыққа жауап беру керек. Бұл ұяшықтың ішінде өткен тақырыптардағы сұрақтарымыз болады. Кәдімгі еді жаңағы шатасқан. Кел ау енді. Ирна, қайсы ұяшықты таңдайсың? 7-ші сандағы ұяшықты таңдай деген міне мынау. Үлкен периодтағы қай периодтар жатады? Үлкен периодтағы 4, 5, 6, 7-ші периодтар жатады. Енді жауабы дұрыс па? Соны тексерейік. Дұрыс па? Дұрыс екен, иә? 7-ші период, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші периодтар үлкен периодтарға жатады екен. Отырады. Ал келесі шатасқан оқушымыз кім еді? Келе ғой балым. Балым қайсы ұяшықты таңдайды екен? Бірінші ұяшықты таңдайды екен. Периодтық жүйеде неше энергетикалық деңгей бар? Периодтық жүйеде жеті энергетикалық деңгей бар. Жауабы дұрыс па оқушылар? Иә. Жеті энергетикалық деңгей бар. Келесі. Келі бұрылайық. Бар ма тағы да бізде оқушылар жауап беретін? Кел Айна, кел ау. Қайсы ұяшық Айна таңдайды? Үшінші ұяшық. Горизонтал бағыт не деп аталады? Горизонтал бағыт период деп аталады. Дұрыс па оқушылар? Дұрыс екен. Жауабы көрейікші бәрін. Дұрыс, период деп аталады екен. Горизонтал бағыт период деп аталады дейді. Бар ма оқушылар аталғанда тағы да? Кел ау. Қайсы ұяшық таңдаймыз? 5-ші ұяшық дейді. Вертикаль бағытты не деп аталады? Вертикаль бағыт топ деп аталады. Вертикаль бағыт топ деп аталады. Дұрыс па? Жауабы көрейік бәрін. Дұрыс екен, иә? Топ деп аталады екен вертикаль бағытымыз. Отыра. Бар ма? Кері бар. Қайсы ұяшық таңдаймыз? 4-ші ұяшық таңдаймыз. Галометр қайтып формуласынан. Галометр 7-ші А тобы. Дұрыс па балдар? Дұрыс. Жауабын көрейікші бәрін. Галометр 7-ші А топшада топта орналасқан екен. Отырады. Бар ма тағы өз еркімен шығады? Кел ау. Матрасыңа кел. Қайсы ұяшық матрасын таңдайды? 6-шы. Кіші периодтарға қай периодтар жатады? Кіші периодтарға 1, 2, 3 периодтар жатады. 1-ші, 2-ші және 3-ші периодтар дұрыс па оқушылар? Матрасының жауабын көрейікші бәрін тексеріп. 1-ші, 2-ші, 3-ші периодтар жатады екен, иә? Дұрыс екен. Тамаша. Тамаша. Келесі бар ма? Тағы енді бар жоғы бізде 3 сұрақ қалды. Кім шығар? Кел ау. Яс келі? Яс кел ау. Қайсы ұяшық? 2-ші. Үстінде. Қате бұл ғой? Бірінші топ элементтері не деп атайды? Бірінші топ элементтері сілтілік металдар. Дұрыс па? Сілтілік металдар дейді қайын жауабын тексеріп көрейікші бәрін Ясының. Сілтілік металдар деп аталады екен. Тамаша, отыра ғой Яс. Бар ма? Берейін ат кел дейін. Қайсы ұяшық берейін? 8. Топты қалай бөлеміз? Олар негізгі және қосымша болып бөлінеді. Дұрыс па? Тамаша. Жауабын көрейікші бәрін. Негізгі және қосымша топша деп екіге бөледі екен, иә топты? Тамаша, отыра ғой. Біреу қалды, кім бар? Кел. Қайсы ұяшық? 9-ші ұяшық қалды. Сегізінші топ элементтері деп аталады. Сегізінші топ элементтері газдар деп аталады, сасық газдар деп аталады. Тамаша, бар ма тағы? Дұрыс па жауап? Дұрыс екен. Жауабын тексеріп көрейік. Инертті газдар деп аталады екен, немесе асыл газдар. Тамаша, отыра.
элементтің бір атомын көрсетеді. Енді біздерде кейбір жерлер, кейбір элементтерімізде екі атомы бірігіп жүретін элементтер бар. Мысалы, осыларды жаттадық қой. Бұларды біздер жаттап алу керекпіз. Бұлар жалғыз атомы жүре алмайды. Екі атомы біріккенде бір молекула түседі. Сондықтан бұлар осы қасында газ тәрізділер, әсіресе газ тәрізділерде болады. Екі атомы бірігіп бір молекула түзген кезде басқа бір қосылыстармен әрекеттесіп алып реакцияларға түсе алады. Бұларды жаттап алу керек екенбіз. Енді біз бүгін химиялық формулаларды құрастыруды үйренеміз. Химиялық формула дегеніміздің өзі не? Бұл сол заттың құрамын, химиялық элементтің таңбалары және индекстері арқылы шартты түрде жазу. Демек, химиялық формуланы жаза білу үшін біздерге алдымен сол заттың құрамы туралы мәліметтер берілу керек. Мысалы, біздерде күкірттің бір атомы, оттектің 3 атомы десе, біз оның формуласын қалай жазамыз? Күкірттің бір атомы, оттегінің 3 атомы дегенді бұлай жазады екенбіз. Немесе сол оттегінің 2 атомы, күкірттің бір атомы, оттегінің 4 атомы десе, міне осылай мәліметтер берілсе жаза алуымызға болады екен. Енді бұндай формулаларды құрастырып жаза білу үшін біздерге алдымен валенттілік дегенді біліп алу керек. Валенттілік дегеніміз кез келген бір элементтің келесі бір элемент атомдарынан электрондарын қосып алу қасиеті. Ал валенттілікті біліп, олардың осы қосып алу қасиетін білгеннен кейін біздер валенттілікті құрастыра білу, жаттап алу керекпіз және оны құрастырып жаза білу керекпіз. Сендерге айтқанбыз өткен сабақта, естеріңде болса, нешінші кесте еді? 17-ші кестедегі элементтердің валенттілігін жаттап алыңдар деген. Енді сол кестеге қарап отырсаңдар, қазір бір-екі химиялық формулаларды құрастырып береміз. Химиялық элементтердің, химиялық формуланы алдына егер үлкен сан қоятын болсақ, бұны біздер коэффициент деп атаймыз, коэффициент деп аталады. Ал мына сандарды, кішкентай индекстерді біздер сандарды индекс деп аталады екен. Демек, химиялық формула дегеніміз сол заттың құрамын, сапасын білдіретін және индекстер мен коэффициенттер арқылы берілетін формулаларды айтамыз. Мынандай. Енді бір-екі формула құрастырып үйренеміз. Мына валенттілік дегеніміз рим цифрымен белгіленеді. Әрбір химиялық формуланың жоғарғы жағына жазылып қойылады. Мысалы, міне мынандай. Мынау қандай элемент? Натрий деп аталады. Егер мынау ше? Оттегі натрий оксиді болады. Натрийдің валенттілігі 1-ге тең деп алады. Ал оттегіміз 2-ге тең. Енді бұл екеуі көбейтсек қанша болады? 2-ге тең болады. Сол екіні, шыққан екіні натрийдің жоғарғы жағында тұрған 1-ге бөлсек, 2 шығады. Сол 2 шыққан 2-ні натрийдің төменгі жағына жазылады. Оң жағына. Шыққан 2-ні оттегінің жоғарғы жағында тұрған 2-ге бөлсек, 1 шығады. Ал 1 деген цифр химияда жазылмайды. Ойша мына жерде 1 бар деп есептейсіңдер. Енді натрийдің жоғарғы жағында тұрған 1 менен төменгі жағында тұрған 2-ні көбейтсек қанша болады? 2 болады. Ал оттегінің жоғарғы жағында тұрған 2, төменгі жақта 1 бар деген сөзде, онымен көбейтсек 2 болады. Тең ба? Демек, 2 жағы да 1-де теңдігін бұлай тексеріп көруімізге болады екен. Түсіндік қой? Түсіндік. Біздерде химиялық формуланы құрастыру үшін алдымен бастапқы кезде сутегі арқылы табаттық. Ал
химиялық элементтерді сутегімен қосылысы жоқ болғандықтан оттегі арқылы табады екенбіз. Мысалы, мынау қандай элемент? Сутегі және хлор. H хлор, иә? H хлор. Бұл жерде сутегіміз бір валентті, хлорымыз да бір валентті. Сондықтан төмен жағына ешқандай индексті түсірмейді екенбіз. Екеуі де бірдей тең болғандықтан бұл деген сөз сутегі хлордың бір электронын қосып алды деген сөз. Кей кезде мысалы қараңдар, мына жерде сутегі және күкірт. Демек, біздің сутегіміз күкірттің екі атомын қосып алды деген сөз. Мына жерде ше мысалы мынау қандай элемент? Азот және сутегі сонда азоттың мүшелерінен атомын қосып алды деп ойлауға болады екен. Енді үшіншіден химиялық формуланы құрастыру түсінікті ма сендерге? Тағы химиялық формуланы құрастырғанда ең бірінші сонымен біздер формуланы жазып аламыз. Одан кейінгі валенттіліктерін жоғары жағына қоямыз. Ортам еселігін табамыз жаңағыдай көбейтіп міні. Кейін бөліп шыққан сандарды индекс ретінде төменгі жағына жазып қоямыз. Міне осындай алгоритммен формула құрастырып үйренеді екенбіз. Енді дәл осы тапсырма сияқты біздер әрқайсымыз топ-топпенен мына интерактивті тақтадағы тапсырмаларды орындайық. салыстырмалы молекулалық массасын есептеп үйренейік. Ал ол үшін біздерге әрбір элементтің атомдық массасын біз шарттап үлгергенбіз осы уақытқа дейін. Мысалы, мына жерде салыстырмалы молекулалық массаны мына таңбамен белгілейміз. Және егер біздер натрий оксидінің салыстырмалы молекулалық массасын есептейтін болсақ, мына заттың құрамында қандай элементтердің атомдары бар? Мынау қандай элемент? Натрий және оттегі береді екен. Дәл осының атомдық массасы, натрийдің атомдық массасы қанша? 23-ге тең. Көбейтеміз. Индекс қасында 2 тұр. Міне индекс 2-ге көбейтеміз. Мына зат пен мына заттың ортасына қосу қоямыз. Оттегінің қаншаға тең? 16-ға тең. Қанша болады барлығы? 68. Мынау 46 болады. 46-ға 16 қосса қанша? 67. Дұрыс па? 67 ма? 50 дейміз. Сол үшін енді ана интерактивті тақтадағы тұрған тапсырмаларды орындайық. Иә,
орындаймыз. Мына жерде көрінбей тұр ма? Темір оксиді молекуласы, темір 3 валентті, оттек 2 валентті болғандағы салыстырмалы молекуланың массасы қаншаға тең болды? Қайтып кетті, кім жазады? Балдырма, кел жаза қойыңыз, жазшы. Қаншаға тең болды? Жаза. Қайсыға берді? Барне 2 валентті, хлор 1 валентті болса, салыстырмалы молекуланың массасы қанша болды? Келеу, жазамыз. 208-ге тең болды. Келесі қысқаштан кім шығады екен? Келе ғой, натрий менен оксидный екен, натрий оксидный екен. Дұрыс табылды? Енді бүгінгі сабақ түсінікті ма? Енді бүгінгі сабақ түсінікті болатын болса, осы сабағымызға бекіту мақсатында бүгін қазір мына ойынды ойнап шығайық. Бұл ойынның ішінде, бұл ойынның ішінде мынаны келіп басамыз. Сонда әрбір ұяшықта бір химиялық формулалар жазылған. Сол формуланы құрастырып, кейін жауабын өзіміз көреміз. Сабақты бекіту мақсатында мына ойынды ойнап бекітейік сабағымыз. Сонымен шартында. Кім шығады балдар? Абдырасың ба? Абдырасың, келе ал. Al to'xtat. Birinchi nega ketdi? Argon 2, ottек, ал кальций оксидінде екеуіне де тең түседі. Екеуі де бірдей валентті көрсетеді, ендеше жазылмайды екен. Дұрыс па? Жауабын тексеріп көреміз ба? Абдырасыздың жауабын көрейік. Міне мынандай болады екен. Арген 2, О, кальций, О. Өйткені кальцийіміз екеуі де кальцийде оттекті теңдей валентті көрсетеді, төмен жағынан екі жазылмайды. Ал күміс оксидінде күміс 1 валентті болғандықтан оттек 2 валентті, сондықтан күмісті қатар 2 деген индекс түсіреміз. Түсінікті ме? Түсінікті. Ал келесі. Бар ма шартында? Бар ма? Аянаттар келе ғой. Аянатты көрейікші мен. Төртінші цифрдағы. Аянаттар жауабы тыңдайықшы мен. Марганец 2 оттек жеті, бор 2 оттек 3 деген формула құрастырды. Аянаттың құрастырған формуласының жауабын көрейікші мен. Марганец 2, бор 7. Бор 2, бор 3 деп аяқталды. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі, балдырма келі ғой. Балдырма келесің. Ал балдырма. Бесінші. Мынаны көрейікші мен. Қандай формула екен? 2С. Азот 2 клор 5. Дұрыс па? Жауабын көрейікші мен. H2S дейді және N2O5 дейді. Міне мынандай екен жауабы. Дұрыс па? Дұрыс екен. Келесі шығарымдар бар ма? Ерлар ма? Ерлар ма? Ерлар мен Ерлар. Ерлардан. Кел Ерлар. Басқайтан. 3 деген нұсқа түсті. Міне мынандай қолға шығарды. Қорғасын 2 О және фосфор H3 болады екен. Міне жауабын тексеріп көрейікші бәрі. Дұрыс па балдар? Дұрыс екен. Ерлар кетсек. Алтыншы нөмірдегі. Қашаға алтыншы. Қандай формула? Формуласы хром, хлор, үш, мараш оксиді болады. Қан тексеріп көреміз ба? Тексеріп көреміз ба? Тексеріп көрейік, қан ені дұрыс па? Жауабы дұрыс екен. Тамаша ені. Вот. Берейін ма? Келе ғой. Ойнап қалған. Жеті қандай болды? Бізде 7 ғана алды ғой сен? Ама 7 мен 2 бар. 7 мен 2 ғана екен. Қандай бар? 7 түсті. Кремний H4, натрий оксиді. Натрий оксиді. Дұрыс, жауабын тексеріп көрейік қазір. Дұрыс па? Дұрыс екен. Бар ма енді? Бір ғана қалыпты қайсы? Кел ал. Мынандай форма берді, қандай? Фосфор, оксид. Егер фосфор 5 валентті болса, қандай болады? Мына формасы. фосфор 2 О 5. Келесі. Кремний
Максида. Кремния. Кремний көтөрен деген қандай болады формасы? Кремний екі. О, екі. Дұрыс па? Тексеріп көрейік, кәні тексеріп көрейік. Ой, тамаша, міне мынандай екен. Дұрыс болып отыра bakın. Bakar bizge. Үйге тапсырған 17 параграфты оқимыз дағы, дәл осы параграфтың соңындағы 6 және 7 тақырыптарды қатулы орнап береміз. Камера. Сіздер оқымай жазбай қойыңыздар.